Assalamu alaikum, простые ребята, kanalına hoş geldingler. Sudan alып kеттім. Астынан май ағып тұрған жоқ, бәрі сухой. Енді бұрынғы аққан майлары мынандай грязь болып жатыр. Оны Асылбектің жігіттері жуып. Достар, ассаламу алейкум, простые ребята каналына қош келдіңдер. Бүгін ролик бастамастан бұрын тағы да бір қайталап өтейін. Біз жігіттермен 1 миллион теңге ақша жинап, бір жылдың ішінде машина алып сатып, содан түскен пайдаға біздің жұмыс жасап жатқан балаларға машина алып беру мақсатымыз. Бүгін бізде жаңа машина, әрине Toyota, қазір көріп жүреміз. Туралы көп сұрақтар болыпты, колесода көрмейді ғой деп. Паджераны просто шығарып көрейін деп қойдық колесаға. И соның арасынша 10 минуттың ішінде машина сатылып кетті. Енді бастапқы суммасы қаншаға алынғанын мен сендерге айтқан болатым, сатылған соң айтамын деп. Алматы қаласынан 1 миллион 350 мың теңгеге алынды. Игорь досым аппаратура, свеча накал, форсункаларына бәріне 115 мың теңге ақша жұмсалды. Коренной сальник, лобовой сальник, рулевой колонканың сальниктерін айырбасты алу жұмысы Жасик эстосында қол ақысы 30 мың теңге. Запчасына оригинальный сальниктер алынды, оған 22 мың теңге ақша кетті. Химчисткасына, краскасына бәріне былай айтқанда жігіттер 550 мың теңге ақша жұмсалып кетіпті. И дисктер де алынған болатын. О машинадан бізге плюс 300 мың теңге, жаман емес. Енді жігіттер комментар болып жатыр, неғып біреудің жаман машинасын аласыңдар, бүйтесіңдер, арзан машинаға жолама деген сияқты. Жігіттер банктың ақшасын өздерін көріп отырсыңдар. Біз ол суммаға машина притік алып жасақ, онда бізде вложение салатын заттарымызға ақшамыз жетпей қалады. Сол себепті де қазір осындай машиналар алып жатырмыз. Бізде пока Волга бар, Волга тұр, салонның жұмысы әлі де бітпей жатыр. Сол бітпеген соң Волганы бастай алмай, осындай машиналармен пока айналысып жатырмыз. Енді сендерде сұрақ болуы мүмкін, неге Toyota Camry 20-25 неғып алмайсыңдар деген сияқты. Жігіттер, менің өзім жеке пікірім бір сендерге айтып өтейін деп едім. Camry 20-25 2000 жылғы, 97 жыл, 98 жыл машиналардың бағалары өте қатты ұшып тұр. Біз ондай машинаны алатын болсақ, бір 2 миллион 700 мыңға, да, мысалға айтып жатырмын. Ол машинаға біз тағы да ақша саламыз, оның суммасы тағы бір 3 миллион ажағы болып кетеді. Содан кейін ол машинаны біз қандай бағаға сатуымыз керек? Осы Camry'дің бағасы масқара, жігіттер, ұшып тұр. Сол себептен біз пока Camry алып жатқан жоқпыз. Білмеймін, келесі жылдарға бұл Camry 20 жылдан ар жағына уже өтіп кеткен машиналар 4 миллион, 4,5 миллионға дейін осындай біз құсаған перекупщиктер көтеріп тастайтын шығар. Біз сол себепті де әлі ол машинаны
кішкене бағасы жөнделе ме екен ары қарай деген ойымызбен ондай машина алып жатқан жоқпыз. Енді Алланың қалауымен көреміз қандай болатын. Пока бізде Toyota Cresta. Так, жігіттер, Toyota Cresta 1996 жыл. Мынандай кузов негізі 97 жылдан бастап жүрген екен. Енді мынау 96-ның енді переходящий Dory Style варианты. Объем 3.2 JZ деп айтады ғой. Lexus JS-дің моторы тұр екен. Жүрісі өте жақсы. Алдыңғы хозяйыны Александр деген жігіт техникалық жағынан көп жұмыс жасалған. Мотор тап-таза, май ағып, тағы бірдеңе болып тұрған жоқ. Кондиционер істейді, пешка істейді, электрика жағынан бәрі дұрыс. Газ орнатқан екен, 4-ші поколение ол да істеп тұр. Технический жағынан проблема пока көрініп тұрған жоқ. Енді бір вложениесі ғана радиатор пешкісінің тесілген ау деймін. Неге десең, поликтің астында антифриздің ізі бар екен. Енді онда қарап жүреміз. В основном жұмысын көріп отырсыздар, кузовта қандай. Енді жұмыс шынына келгенде мынадан. Енді келесі аптаға бұйырса үлгеруге өте қатты тырысамыз тағы да. Химчисткасы, жаңағы радиаторын көрсек, резиналары кішкене шаршаған екен, оны резина алу керек. Фаралар өңіп кеткен, мына жерлерінде трещина бар екен, мына поворотниктің беті сынып қалған. Енді оның бәрін разбордан алып, әдемілеп салып, сіздер үшін контентте ұсынатын боламыз. Машинаның дисктері өте әдемі екен. Осыған бірінші очередь көзіміз түсті. Размер 18, атауын әлі мен білмеймін. Бір аптаның ішінде біраз машина қарадық. Nissan Zafira, Nissan Maxima, Mercedes, сондай машиналар қарадық. Енді мен өзім жеке пікірім, Алматыда каждый екінші адам перекуп сияқты, номерлерінің бәрі свежий, техпаспортын алсаң, сол 1-2 айдың ішінде алынған. Енді адамдар сөйтіп күн көріп жатыр ау деймін бәрі де. Енді жақсы машина іздедік, біраз болдық, крышада шпатлевкасы бар деген сияқты машиналарда кездесіп жатты. Енді мына біздің өзіміздің алған машинамыз Cresta, осы машинаға тоқтадық. Енді сырт жағы келбеті өзіміздің жұмыс болғандықтан қорықпаймыз. Технический жағынан бәрі пока мынандай. Алдыңғы Кастапроп жігіт мына жерін былай бампермен крылнені кузовты қосып жіберіпті. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Не үшін бұлай жасағаны түсініксіз. Машинаның сырттың жағында екі артын крылода енді сұмдық шпатлевка бар екен. Мынаның бәрін қайтадан жөндеп шығарып, қайтадан ақырындап аз мөлшерде шпакелясын жағып, әдемілеу керек. Содан алдыңғы бампер тоже ұйықтап кеткен. Мына шетінде есіктері дені біраз сау. Ар шетінде бір есік тоже ұйықтап қалған. Ішіне келетін болсақ, химиялық тазалау әрине жүргіземіз. Мына жерлердің бәрі жыртылған екен. Оны біздің Асылбек мастеріміз тігіп жөндеп жіберетін болады. Бұлай жалпы салоны ондай қатты жаман емес. Енді сәл-сәл жуып, мына жерлерін тігіп, ішіне ароматизаторын шашып қою керек екен. Бір иіс шығып тұр ішіне, онша емес. Мыналардың бәрі істеп тұр. Машинада люк бар екен. Люк те әдемі істеп тұр. Бағана айтқандай кондер пешкісінде гәп жоқ. Коробкасы тоже әйбат істейді. 3 объем, өзінің 220 ат күші мынандай. Ал жағына келетін болсақ, мынада кішкене затемненный терезесі қараңғыланған. Мен ойлағам, тонировка бар ма екен? Жоқ. Тонировка жоқ екен. Спорт режим, мынау зимний режим дейді. Бәрі істеп тұр екен, щиток приборда жанады. Бір-екі ошибкасы бар. Онда
компьютерный диагностика менен көрүү керек, кандай жерлеринен ошибка берип тур экенин. Енді жігіттер, көріп отқандай жұмыс көп. Енді сіздер үшін келесі аптаға үлгеруге тырысамыз. Жігіттер, каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, достарыңызбен видеоны бөлісуді ұмытпаңдар. Бізбен болып көріп жүргендеріңізге, жазып жүрген комменттеріңізге, басып жүрген лайктарыңызға Алла разы болсын. Сіздерге рахмет. Енді келесі серияға дейін бұйырса, Крестаны көре жатамыз, қандай болып шығатынын. Арнамыздан ажырамай, видеоларымызды қайталап көріп отырсаңыздар да болады. Бәріңе сәттілік, бәріңе ассалаумағалейкум.